Бізде келесі тақырып адам ағзасындағы химиялық элементтер. Жалпы адам денесінің көп бөлігі судан тұрады. Сондықтан денемізде сутегі және оттегі атомдары көп. Дене массасының 99% негізгі жеті элементтерден тұрады. Олар мыналар: оттегі, көміртегі, сутек, азот, кальций, фосфор және калий. Ағзамызда ең көп кездесетін жеті элементті негізгі қызметтерін айта кетейік. Осы жеті элементтің массалық үлестері ағзамызда және функцияларына тоқталып кетейік. Оттегі бұл бізде дененің 65%-ын құрайды. Оттегі тек судың құрамдас бөлігі ғана емес, сонымен бірге ол ағзадағы көмірсулар, ақуыздар, майлар және басқа да қосылыстардың құрамына кіреді. Көміртегі 18,5%. Ол ағзадағы барлық органикалық қосылыстардың, мысалы ақуыздар, көмірсулар, майлар және тағы басқа негізін құрайды. Көміртегі барлық тіршілік иелері үшін негізгі элемент, өйткені құрамында көміртегі жоқ органикалық қосылыс болмайды. Келесі үшінші сутегі. Сутегі 9,5%. Сутегі су және барлық органикалық қосылыстарда кездеседі. Азот 3%. Азот ДНК-ны құрайтын барлық ақуыздар мен нуклеин қышқылдарында болады. Келесі кальций 1,5%. Кальций бұл біздің сүйек пен тістегі негізгі элементтердің бірі. Келесі фосфор 1%. Фосфор сүйектер мен тістердің құрамына кіреді. Ол сонымен қатар организмдегі энергия көзіне жататын АТФ молекуласы құрамына кездеседі. Жетінші және соңғысы бұл калий 0,3%. Калий ағзада жүйке импульстарын өткізуде және қан қысымын ұстап тұруда басты рөл атқарады. Біздің ағзамызда кездесетін ең негізгі элементтер туралы тоқталып кеттік. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.